Ассаламу алейкум желі қолданушылары. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Біздер қазір ешкінің өсіп кеткен тұқайларын қиып көрсетеміз. Бірақ видеоның басында айтып өтетіндей, мен бұл істің маманы емеспін, жалпы өзім тәжірибемде қиып жүргенде көрсете аламын. Қателіктер болып жатса комментарийге жазыңыздар. Дұрыс болып жатса сірә арнаға тіркеліп лайк басып пікір жазып деген сияқты. Бисмилля, қазір тұқайлар өсіп кеткен, әбден өскен. Соны сондай қайшымен қиып бастаймыз. Ала алмай жатқан жері болса керісті жүруге алып қайшыны. Ешкінің өзінің тұқайынан бөлек еті бар, сол етін ойлау керек тек. Алғанын өстіп жайлап қия береміз. Бірінші рет қиып отқан болсаңыздар, жай ала берген жақсы, бірден көп алып жібермей. Оппа, міне көрдіңіз бе, етіне тек кетсе өзі өстіп білдіреді, сондықтан бүйтіп кішкене жаңағы алған орнынан алшақтап аламыз. Жалпы оның арнайы ешкі бағатындар пышақ істетіп алады. Осындай жерлерін, бүйтіп қайшы бармай жатқан жерлерін пышақпен қияды. Бізде ондай көп ешкі болмағасын, сосын бұлмен тәжірибелі түрде айналыспағасын өстіп үйде бар затпен қиямыз. Өстіп ақ еттері көрініп бастайды, ішінде осы ақ етті абайлау керек. Соң айналасында тырнақтарды алу керек тек қана. Бүйтіп ішінде боқтарын тазаласаңыздар да болады. Көрдіңіз бе, пышақ бармай жатқан жерлеріне мынандай бір айшық сияқты пышақ істетіп алады адамдар. Сонымен бүйтіп тартып кеседі. Мынау шолғымен мынаның да басын алып тастауға болады бүйтіп. Қазір енді камераға ыңғайсыз болып жатыр, жалпы былай ауысып ыңғайлы жағынан барып қисаңыздар болады. Мен просто көрсету үшін тек бір бағытта отырып кесіп отырмын. Тырнақтар қиылмай қалған, ұмытып кетеміз. Еске келген кезде қол тимейді. Мынау қиылды ғой. Үшеден ақ ет көрініп бастап отыр. Сол ақ етке тек кетпеу керек, главный. Жан-жағына тырнақ өседі, сол тырнақтарды алынады. Жай бара бересіздер, бірден алсаңыздар тек кетуі мүмкін. Сол үшін жай бара беру керек. Жай тұтқандай екем жоқ. Сондықтан да қатты ләззат етпеңіздер, кінәламаңыздар. Тек бір жоқтан жақсы әйтеуір бір іздегенде қарап пайда алатындай видеоға бұл. Басқа да тырнақ қиятын видеолар бар шығар, бірақ орысша көбіне. Сондықтан да бір қазақша контентке азғандай жұмыстанып жатқан түріміз бұл. Негізгі мамандығымыз, негізгі контентіміз бөлек, білесіздер. Әнекерлеу ісі болады. Ол тек бір пайда бағынан арасында. Көрдіңіз бе? Етіне тек кетті уже. Етіне тек кетсе сөйтіп білдіреді. Міне, осылай қалған аяқтарды да қиямыз бұйырса. Allah береке версін.